Саламатсыздар ма? Бұл видеода мейрам жастығы деп аталатын ем-дом құралына қалай жату керектігі жөнінде қысқаша айтылады. Барлық ақпарат Мейрамның шығарған видеоларынан алынған болатын. Мейрам Мейірхановтың екі омыртқа грижасы болған. Ол 7 жыл бойы жазыла алмай, таяққа сүйеніп жүрген. Емделудің жолын іздеп бірталай елді араласа да, еш көмек бермеген екен. Емделудің барлық әдіс тәсілін зерттей келе, ол өзі бір өнертабыс ойлап шығарған көрінеді. Соның арқасында өзінің айтуынша небәрі 2 айдың ішінде жазылып шықты. Өзінің құрылысын Мейрам жастығы деп атаған. Мейрам өзінің өнертабысын патенттеп, оны ақша табу үшін өндіріп шығаруға тыйым салады. Бірақ емделу үшін қолдануға рұқсат береді екен. Жалғыз шарты, емделуші адам ол үшін садақа таратып бергені. Мейрам жастығы оның айтуынша бел мен арқа грижасын емдейді, ал мойын грижасын Мейрам жастығы емдемейді екен. Жастыққа жатқанда тек жазық, қатты беттің үстінде жату керек. Жұмсақ бетке қойып жатса, оның әсері болмайды екен. Мейрам жастығына жатпастан бұрын бірнеше жаттығу жасау керек. Ол жаттығуларды Мейрамның бейне жазбаларынан көре аласыздар. Бұл бейне жазбаларға сілтемелерді осы видеоның сипаттамасынан таба аласыздар. Бір жатқанда 15-20 минут жатқан жеткілікті. Алғашқы 2-3 күнде жату қиынға түседі, бірақ оған шыдау керек. Егер ауырсыну сезімі арта түссе, онда 3, 4, 5 немесе 6 күнге үзіліс жасау керек. Сосын қайтадан 2-3 күн жатып, одан кейін қайтып 3-4 күнге үзіліс жасалады. Осылайша бірнеше рет қайталап, сосын күніне 2 реттен азанда және кешке жатса болады. Жастыққа жатпастан бұрын жастықтың үстіне төсейтін кішігірім сүлгіні дайындап қойыңыздар. Бірінші кездері кейбір кісілерге жатуға көмектесетін адамдар керек болуы мүмкін. Жастықты белге сүйеп тұрып, асықпай баяу қозғалып жастыққа жатасыз. Омыртқаның барлық бұлшық еттері босап, жастық пішінін қабылдайтындай етіп жату керек. Жастықтың әсері омыртқалар жастықтың пішінін қабылдағанда басталады. Жастықта жатқанда ішпен дем алу керек. Сырқаттанған жалғыз бір омыртқа сүйегін ғана емдеуге болмайды. Бұдан ешқандай пайда жоқ. Барлық омыртқа жотасын емдеу керек. Сондықтан грижаның қасындағы ауырсыну бәсеңдеген кезде жастықты омыртқа жотасы бойымен әр 10-15 минут сайын 2-3 сантиметрге жылжытып тұру керек. Белден бастап жауырынның ортасына дейін жылжытып жату керек. Жатып үйренгеннен кейін омыртқа жотасының әр нүктесіне 5 минуттай уақытыңызды кетірсеңіз болады. 5-10 минуттан соң 2-3 сантиметрге жылжытасыз. Тағы 5-10 минут өткеннен кейін қайтадан 2-3 сантиметрге жылжытсаңыз болады. Одан соң тағы да 5-10 минуттан кейін 2-3 сантиметрге жылжытасыз. Жауырынның ортасына жеткенде тоқтау керек. Көп уақыт жастыққа жатқан соң одан түсу қиынға түседі. Сондықтан әуелі қолды жұдырыққа түйіп, одан соң жұдырықты белдің астына салып, бір жағыңызды сәл көтересіз дағы, жастықты екінші қолыңызбен алып тастайсыз. Жастықты алған соң 5-10 минут бір бүйіріңізде еденде жата тұру керек. Бірден тұрып арқаға жатуға болмайды. Мейрам жастығын қолданғанда кейбір адамдар ұзақ емделуі мүмкін. Бұндай жағдайда ішкі дене мүшелерін тексерген жөн. Себебі ішкі мүшелер қабынғанда олар қатты мазаламаса да, олардың ауырсынуы омыртқаның сәйкесінше жеріне берілуі мүмкін. Мысалға бүйрек аурулары, простатит немесе әйелдердің аурулары. Ал осымен тәмам. Аман сау, қош болыңыздар.